Жұлдыздан жарық жеткенше сағынып үлгірдім сені, жанымнан тұрып кеткенше сағынып үлгірдім сені. Көбелек қанат қаққанша сағынып үлгірдім сені. Қалалар шамын жаққанша сағынып үлгірдім сені. Қарасаң көз тоймайтын асыл бейнеңе, құныға қараған сайын шөп басына тұна қалған таңғы шықтай сыйпа бітім, қарашықтан төгілген мөлдірлік, айғабақты аймалаған көркемдік келбеті нұрына шомыламыз. Онан әрі ойыны қаптаған балалық, ой баптаған жігіттік күндер елесі оралып, қимастықтың қиял құшағына беріліп, өзіңді аңсай түсеміз. Ата күшімен ана сүтінің адалдығы қолдап, аузыңды ашсаң көбейкейін көрінген аңқылдақ мінезің шығар бәлкім. Әйтеуір сен үнемі көпшіліктің ортасына қарай асығатынсың. Айналаңа күміс тозаңды төге, кіріп келгеніңде дүние нұрланып ақ жүре беретін. Сүйсінгеніміз шығар, сондайда жақсының жарығы ай жарығындай екен ғой, алысқа түсетін деп іштей күбіргелік берушек. Қалың елдің базынасымен назын, өтінішімен өзім сіңгенін төбеңе көтеріп, үнемі күлімдеп тұратын жанарыңмен, жаңбырдан кейінгі боз жусанның бүршігінің қош иісіндей мөлдір сезіммен қарсылаушы ең. Неткен дархандық, неткен ғажайып, жайма шуақ жаратылыс деп, өзіңе таласа ұмтылатын біз. Түйе жапырақтың көлеңкесіндей қысқа күнде қырық құбылып, бұлағай дәурен кешкендердің де кеудесінен кері итермейтін көреген көңілің, көсемдік танымың ерекше болатын. Жер жаһанда сендей жайсаң жоқ демесек те, ілеуде біреу-ақ едің. 90-нан асқан арғын ұруының шоң шешеніне сәлемдесе келген байдалы бидің кенже баласы, ақсақалдың байдалының мен көрмеген қай баласысың деген сауалына, жалға жүріп бұланбаған баласымын, топқа түсіп сыналмаған баласымын, әкем тірі болды, ағам ірі болды, сондықтан билік құралмаған баласымын деп жауап бергені сияқты. Алдыңызда асқар таулы биіктер, ағалар шоғыры шүкір көп еді. Басыңа сәт ата бастаған бір туар бабалардың ел сенімін ақтаған, қалың жұрты жақтаған Зейнекеңдей алып бәйтеректің баласы болу бақыты жазды. Сол саясы көлеңкелі бәйтеректің баурайында 33 жыл өміріңді сомдадың, тірліктің ызғарын сезініп тоңбадың. Нарында туған кәтәпті Харанардың баласы болу, кей кездерде панасы болу, кей кездерде санасы болу жолынан да шыға білдің. Өйткені сен ірілердің із екеніңді мойындап, өскен парасатты ұрпақтың өкілі екеніңді ерте түсіндің. Білім алудың ақ жолын таңдап, Алматы асқан алғашқы адымыңнан бастап арман жолдарың көркемделе түсті. Алатау баурайындағы балауса жылдарыңның куәсі, Гүлшатың саған бақ болып жолығысты. Әулиелер әулетінің сүйкімі үстем келін атанды. Ағашелерден жалғасқан аналар аманатын үмітпен, сеніммен кіршіксіз арқалап, үрім бұтағыңды тізбелет.
құлдыраған құлыншақтардай ұлдар, құрақтай майысқан сүмбілшәс қыздар сүйдірді. Бәрі де сәтті, бәрі де тәтті ғұмырларыңды, ажырамас құшақтарыңды 2002 жылдың ақпан айындағы азалы кеш мәңгіге үзіп ақ кеткені. Ажал азабына қарсы тұра алмай сүрінсең сүйенішің, жантайсаң жастығың болған жан жарыңды жер қойнауына аттандырдың. Бордай мүжіліп қалған сол бір қаралы шақта қос панаң, қос дараң, Күнтуған мен Уәлитхан ағаларыңның иығына бас сүйгеніңді көрдік. Алдыңда ағаң болған қандай жақсы деп олардың амандығына тілеулестік таныттық. Біз күткен бақыт бұл емес еді. Қыркүйектің қара бұлтына малынған ақшам мен бесіннің арасында Уәлитхан ағаны жоғалтып, құмнарын мен ақжай қарасы еш жия алмай аңырап қалдық. Қапиядағы қазаның қыр-сырын ұқпай тұрған сәтімізде елдің естияр бір қариясының, жалғыздың жары Құдай деген, ендіріспайымыздың бас амандығын ойлайықшы деген билікті сөзі жанарымыздағы жасқа, жүрегіміздегі мұңға қайрат сілтегені әлі ұмытылар емес. Айға жетпеген асулар тынысы болған інісінің еншісінде екен ғой деп иландық. Топташа жүріп ел мен жанның амандығын ойлаған шипагер, сеніскен дос, сен аман бол деп Алладан жарылқау сұрадық. Қайран ырсаха, арман пейіл қазақтығымыз шығар бәлкім. Өзіңдей қос қанатты қырандар төбемізде ұзақ самғайды деп ойлаушы едік. Көз түйді ме қайдам? Сенің де ғұмырың қайырмас шөғендей қысқа қайырыл. Мәскеуден шыққан ағылайнерден, аққыба жүзің жарқырай өзің түсетіндей амандығыңды аңсап тұрып, жансыз бейнеңді арқалап қайттық. Жол бойы Есенқұл ақынның өмір өтті зырғы бағып, әні көкейден кетпеді. Көк шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып, өмір өтті сырғы бағып, сырғы бағып. Сарғалдаққа бір қуанып, қызғалдаққа бір қуанып, өмір өтті сырғы бағып, сырғы бағып. Көк аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызағы, жетем деген арман жол бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы жарық, мұңлы жарық. Сағынышымыз сарғайып, өзектегі өксіп, әлі басылмай келеді. Естелік еміп жуанудан басқа не қалды? Елін сүйген, есілердің ел дәулетін арттыру жолындағы сансыз арман жоспарлары осы жерден келте үзілді. Осындайда ойыңа ерте сөнген жарық жұлдыз, Оралхан Бөкейдің ұлылық жалған дүниені майға шылқыған жалпақ табаны мен жалпағынан басу емес, артына өшпес із қалдырып, арғымаққа мінгендей асығыс сулап өту. Яғни өз өміріңді оқыс және әдемі аяқтау деген сөздер оралады. Атамекен туған жерге деген перзенттік ұшқын мен ұзақ жылдар бойы Завурин кеңшарының ыстығы мен аптабында жүріп, ел игілігі үшін қызмет жасадың. Теңіз тартылып, кеңшар таратылып, ауылға нарық енген енді қайтеміз заманында шаруашылықтар ашып, көпті сүйреп алғысқа бөлендіңіз. Бір ауылдың ғана емес, бүткіл ауданның мұңы мұқтажына алаңдай жүріп, тарыққанның төрінен, жоқтың босағасынан табылдыңыз. Маңдай терлі еңбектің жемісі жеңіс болып оралды. Бүткіл республика көз тіккен, бизнестің әлеуметтік жауапкерлігі жөніндегі парыз сыйлығын иеленуіңіз сізбен қоса атыраулықтардың мәртебесі еді. Халық қалаулысы атанып, аудандық мәслихат депутаты болып сайлануыңыз
Исатай ауданының құрметті азаматы атануыңыз да жерлестер атынан өзіңізге деген құрмет болып қала бермек. Ұлтқа ырыс, елге құт болып туып, әулие бабалар салған сара жолды, ақ қылаң көрдей кіршіксіз таза сақтап, ауырғанға медет, шипа сыйладыңыз. Сіздің алақан жылуыңыздан қуат алған қаншама адам жан саулығы сауығып өмірден өз бақытымен шіледі. Әлі де әруағыңыздан дертке дауа іздеп рухыңызбен жолығысып жүрген халықтың бар батасы өзің қалаған қара шаңырақтың үстінде. Артыңызға алаңдамаңыз, Бауыржан бастаған, Есенжан мен Есен аманын қостаған үштік ел ардақтыларына айналғалы қашан. Ізіңді жалғар ізбасар Темірболат, Айболат Нұримандарға бүгінде немере жиендер шоғыры жалғасқан. Мәңгілік сағынышқа айналған бейнеңізге жол таңдаған бүлдіршіндерді көріп, көңіл босата жүріп, өз әулиелік жолыңызды қуған, кеуделеріне шарапат пен шапағат тұнған ұрпақ боп, жетілгей деген ақ батамен аттандық. Бүгін келген барша мынау қонақтарыма рахмет айтам. Алтын уақыттарыңыз болып, бір кеш сол 50 жасқа келген мерейтойды тойлайық деп келіп жатқандарыңыз үшін. Дендеріңіз сау болсын. Барша әулиеде осындай той болсын. Жақсылықта кездесе берейік, той қаласа берсін. Жақсылықта болсын барша ағайын. Рахмет. Қоңырау хабар салып жатыр. Ел ардақтаған асыл аға 60-ға толып. Той төрінен Рысбай мен Гүлшат жыбығана көрінбеді. Әй, әттең бір кем дүние-ай. Мәңгілікке кеткенің бе, сен шынымен дос. Қалдау күзің, көктемің де, кең дүнием бос. Беу өмір осымау, қайран досымау. Қош, енді қош. Жайықтың асау, толқыны жасып, жылайды үнсіз жағалау. Қараша қазым шарқырып басып, шығандап ұшып